Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өзбек халқының сүйікті тағамдарының бірі машхурда, яғни машкужет тағамын дайындайтын боламыз. Өте дәмді және өте тойымды тағамдардың бірі. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен тағамға қажетті заттардың барлығын видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақ етіп кесіп аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін әрқайсысын жеке-жеке турап көрсеттім. Осы аралықта сіздерге маштың пайдасы жайлы айтып өтейін деп шештім. Маштың жалпы адам ағзасына пайдасы өте көп екен. Аптасына 2-3 рет тағамға пайдаланып жеп тұрса, барлық аурулардың алдын алады. Сонымен қатар жүрек, қан тамырларының жұмысын жақсартады және асқазан ішек жолдарын тазалайды. Машты диеталық тағам ретінде де пайдаланылады, өйткені оның құрамында майдың мөлшері өте төмен. 100 грамм маштың құрамында 62,6 грамм көмірсу, 1,5 грамм май, 23 грамм ақуыз бар екен. Және натрий, магний, калий, фосфор, мырыш сияқты минералдар да бар. Және де ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде жасалатын наурыз көже тағамына салынатын 7 дақылдың бірі болып табылады. Міне дәл осы ақпараттан кейін күнделікті пайдаланылып жүрген тағамдардың қатарына машты да қосасыздар деген үміттемін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда менің бұдан кейін де салған видеоларымды сіздерге бірінші болып хабарлап отыратын болады. Және де жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосуыңызды сұраймын. Егер де осы тағамды жасау барысында сіздерде сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астында комментарий бөлімінде жазып сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне осылайша видеода көрсетілгендей етіп барлығын ұсақтап жақсылап турап аламыз. Сонан соң жай отта қызып тұрған майымызға етті салғаннан кейін үлкен отқа қойып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қуыру барысында осылай суы шығады, суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Міне осындай түсте болу керек. Дәл осындай түсте қуыратын болсаңыздар, тағамымыз өте дәмді болып шығады. Осылайша түбі жабыса бастағанда үстіне пиязымызды салып 1-2 минут сарғайғанша қуырамыз. Мұнда етіміз күйіп кеткен сияқты болып көрініп тұр видеода. Негізі олай емес, сап-сары болып әдемі болып қуырылған. Кейін үстіне ұсақтап туралған сарымсақты салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Сонан соң үлкен қасықпен 1 қасық томатты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып 1-2 минут қуырғаннан кейін үстіне болгарский перецімізді саламыз. Менде морозильникте қатырылған болгарский перец, свежий қолдансаңыздар да болады. Әрқайсысын 1-2 минуттан қуырып, бірінен соң бірін салып отырамыз. Болгарский перецтен кейін сәбіз, одан кейін 1-2 минут қуырып, картошкасын саламыз. Сонан соң үстінде укропты саламыз. Укроп менде морозильникте қатырылған. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң үстінде менде домашний томат, бұны қосу маңызды емес.
үйде болған соң салдым. Негізі нағыз өзбектердің рецебі бойынша томат қосылмайды. Мен өзім томат қосып жасаймын. Дәміне қарай тұз, сосын қара бұрыш саламыз. Өкінішке орай қара бұрыш салғаным түспей қалыпты мұнда. Астындағы отымыз қатты жанып тұру керек. Міне табаны осылай күйіп жабыса бастағанда үстіне су құямыз. Міне суымызды құйып алдық. Енді осы қайнағанша қатты отта тұрады. Қайнаған соң жай отқа қойып 10-15 минуттай қайнатамыз. Сонан соң машымызды менде осы кішкентай кесемен жартыдан сәл көбірек соны жуып, жақсылап шайып салатын боламыз. Күрішті де сразу өлшеп алдым. Жаңағы кішкентай кесемен жарты кесе маштан сәл аздау саламын, сонда өте әдемі болып шығады. Машымызды салдық, енді бір араластырып 20 минуттай қайнатамыз. Маштарымыз кішкене жарыла бастаған кезінде күрішімізді саламыз. Күрішті де жақсылап 2-3 рет жуып, тазартып саламыз. Сонан соң жақсылап араластырып, тағы бір 10-15 минуттай қайнатамыз күріш піскенше. Не әдемі болып қайнап тұр бізде. Не осымен біздің машкөже тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Видеодан да көрініп тұр деп ойлаймын. Өте дәмді және тойымды тағамдардың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.